Мүшеңді өсіргің келе ме? 3-4-5 сантиметрге дейін өсіргің келе ме? Немесе қалыңдатқың келе ме? Бірақ қалай екенін білмейсің, қорқасың. Қандай дәрі алу керектігін немесе тәсіл бар екенін білмейсің. Олай болатын болса, біздің видеоны соңына дейін тамашала. Қандай тәсілдері бар екенін бүкілін айтып шығамыз, және де соғырға таяқ ұстатқандай қылып айтып көрсететін боламыз. Қайсы дұрыс, қайсы бұрыс таңдау жасайтын өзің. Бірақ именно осы біз берген ақпаратты басқа жерден табылмайсың, досым. Көп жігіттердің көкейінде жүрген тақырыпты қозғайтын боламыз. Ол да болса, мүшені қалай үлкейтуге болады және қалыңдатуға болады деген тақырыпты. Егер қызық болса, соңына дейін тамашалаймыз. Өте маңызды мәселені талқылайтын боламыз. Қазір именно жас жігіттердің көкейінде жүрген сол бір сұрақты толықтай жауап береміз, ағайын. Үлкейтуге болады. Ал одан бұрын ол сізге не үшін керектігін бірінші біліп алу керек, я? Көп жағдайларда ондай именно қасиеттерге, именно осындай әрекеттерге не үшін барады көп жігіттер? Өйткені мынандай размер мен мынандай размердің арасында айырмашылық болады, ағайын. Сол себепті именно қазіргі таңда болып жатқан көбісі мәселе экологияның кесірінен, осынау полигон болған жерлерде, мысалға именно мынау Курчатов болсын, Семей жақта бұрын полигон болған, сол жақтарда кездесетін көбінесе ауру микропенис деп аталады. Яғни мүшенің кішкентай болғаны. Мүше стандартный, былай айтқанда, размерлері, өлшемі қанша болу керек? Егер де сіздің мүшеңіз 15-тен төмен болатын болса, яғни 10 сантиметр мен 15 сантиметрдің арасында болатын болса, ол микропениске. Одан да төмендері болады, әрине. Жоқ, біз көбінесе распространенный жағдайын айтып отқан жеріміз ғой. Именно 10 мен 15-тің арасында болатын болса, онда өсіруге болады. Өйткені ондай жағдайда адамдар өзіні бірінші орында дискомфорт, яғни жайсыздық сезінеді, ер кісілер көбінесе. Сол үшін айтып кететініміз, именно микропенис болған жағдайда өсіруге болады жағдайлар. Сондай болады, я. Енді екінші мәселе. Қаншалықты өсіруге болады және де қалыңдатуға бола ма, я? Бірінші, былай айтқанда, мифтер дейміз, ең өтірік жағдайлар. Рекламада болып жатқан көбінесе өтірікке алып келеді, өтірік нәрселердің барлығын сіздерге айтып өтейін біріншіден, я? Бірінші жағдай, бірінші өтірік. Ешқандай крем, өсіретін кремдер даже 1 миллиметрге ғана өсірмейді. Еніне де қалыңдатпайды, естеріңізде болсын. Және де өсіретін таблеткалар. Мыңдаған қазір таблетка шықты. Бір таблетканы ішсең 3-5 сантиметр өсіп кетеді деген жағдай болады. Оның барлығы не? Өтірік. Және де қазір шыққан, естіген боларсыздар, вакуумдар бар. Яғни мүшені тығып қойсаң, өсіп кете береді деген. Ол жоқ. Вакуум ол өтірік нәрсе. Оның басқа түрі бар. Мен сізге қазір сіздерге оны толықтай түсіндіріп айтып кетемін, ағайын. Арнамыздан алыстамаңыздар, лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, және тіркеліп өтіңіздер. Ары қарай біз жалғастырамыз. Өсірудің бірінші тәсілі, яғни ол филлер деп аталады. Филлер дегеніміз, яғни ол гель түрінде келеді, гиалурон кислотасы бар құрамында. Көрген болсаңыздар, ер кісілер, әйелдер еріндеріне, беттеріне укол салып жатады, ерінді ісірту үшін, немесе мынау қастың именно мимикалық әжімдерді кетіру үшін, сондай, яғни уколдарға барып жатады, именно ботекс деп атайды көбінесе. Ал именно біздің жағдайымызда, ер кісілердің жағдайында филлер деп аталады. Яғни гель түрінде келеді, ішінде гиалурон қоспасы бар. Небәрі 3-4 сағатқа ғана уақыт қана кетеді оған. Бағасы өте қымбат. Бағасы өте қымбат көп адамға. Енді әркім бәрі қалай, біреудің қалтасы көтереді деген, бірақ бағалары оның 500 мың теңгеден басталады. Әрбір клиникада әртүрлі болып келеді. Оны қолданған кезде 3-4 сантиметрге өседі, бірақ ол уақытыншалық нәрсе. Яғни 1-2 жыл көлемінде тұруы мүмкін, ары қарай сразу азайып кетеді деген сөз емес, бірақ ол кішігірім бұрынғы қалпына келеді, яғни мүшеміз бұрынғы қалпына. Ол эрекцияға, яғни әйел адаммен жыныстық қатынасқа ешқандай зиянын тигізбейді. Тек қана мүшеге қан айналымын дұрыстап арқылы өсіруге және қалыңдатуға арналған именно филлер деп аталатын гель түрінде болады. Екінші түріне келетін болсақ, ол
аппарат түрінде келеді, яғни экстендер деп аталады. Экстендер. Ол дегеніміз, экстендер бір как вакуум сияқты аппарат болады. Соған әрине врачтың қарауынсыз болмайды. Яғни урологқа барған кезде, әрине именно клиникаларға барған кезде сол мүшеңізді күнделікті 3-4 сағатқа ғана соның ішіне салып қояды. Оның да ешқандай эрекция қатысы жоқ, ешқандай бірақ оны 3-4 сағаттан көп қолдануға болмайды. Неге десеңіз, ол именно кровопоток дейді, ол қан айналымға келген кезде мүшені именно сол экстендердің ішінде жатқан кезде мүше ол не қылмайды, тұрып кетпейді мүше, жалпайып тұр, бірақ қан айналымын оны алып тастағаннан кейін, қан бірден құйылғаннан кейін, анау өз кожасынан бастап, яғни ісе бастайды. Содан кейін 3-5 сантиметрге дейін өседі, бірақ сразу емес. Бұл процедура 1,5 айға дейін созылатын болады. 1,5 ай бойы күнделікті 3-4 сағат киіп жүресіздер. Енді үшінші мәселе деген кешіресіздер. Үшіншісі ол операция жағы. Операцияда қалай болады? Лигаментотомия деп айтайды. Ол именно мүшені ұстап тұратын ілгіш болады. Мүшенің ұстап тұратын ілгіш болады. Сол ілгішті жоғарыдан кішкене сәл алып кесіп алып тастайды. Алып тастаған жағдайда мүшенің размері өзгереді, бірақ қалыңдамайды. Мүше өзгереді, бірақ қалыңдамайды. Бірақ оның кішкене жыныстық қатынасқа деген әсері болады, зияны болады. Неге десеңіз, толыққанды баяғыдай, мысалы үшін 10-15 минут шабатын болсаңыз, 10-15 минут шаба алмайсыз. Ары кетсе 5-6 минут. Әркімнің өз таңдауы өзінде, ағайын, кімге қалай, бірақ әр адам не үшін, әлде кім үшін ба, біреу үшін ба істетуін өзі жағдай біледі. Біреулер, мысалы үшін жасөспірімдер қызығып жатады, өйткені оның барлығы неден? Андай жаман кино көргеннен болып табылады. Қызығушылық оянады. Сол қызығушылықтың кесірінен не болады? Көп адам өсіргісі келеді, былай айтқанда. Оның жасырудың ешқандай қажет жоқ. Өйткені өзіміз колл-центрде істеген жігіттермен араласып тұрамыз, постоянно олар хабарласады. Сол кезде опытпен бөліскен кезде көбінесе 20-дан 30 жасқа дейін болған кісілер, яғни жас жігіттер, яғни сол рекламаға қызығып, 3-5 сантиметр өсіруге болама деген рекламаға қызыққандықтан заявка, яғни тапсырыс береді. Бірақ ол ешқандай көмегі болмайды, ағайын. Бізге сеніңіздер, ешқандай көмегі болмайды. Тек қана көмегі болатын зағы сол үшеуі, бағана айтқандай филлер, яғни укол арқылы гель құясыз, немесе экстендер тағып, аппаратты тағып жүресіз. Үшіншісі операция, операция, яғни ота жасатын болады. Әркім өзі таңдайды, ағайын. Ал бүгінгі тақырып сіздерге кішкене қызық болған жағдайда болса, егер бізге комментарий пікірлеріңізді қалдыруларыңыз болады. Егер қандайдыр сұрақтарыңыз болған болса, оны біздер әп-сәтте талқылауға дайынбыз, сіздерге ответ қайтару, яғни жауап қайтаруға дайынбыз. Әрқашанда аман болыңыздар, үй-ішулеріңіз, отбасыларыңызға аманшылық тілейміз. Сіздермен болған доктор Шерхан, Тибет каналынан. Қош сау.